Ассаламағалейкум, қайырлы күн. Құрметті Құрақ Көрпе қолөнер арнамыздың көрермендері. Біздер міне құрылыс заттарын алып келіп түсірдік. Алла бұйыртса, строительный бригада алып келдім. Мынау үлкен ол Сүлеймен, мынау кіші ол Иброш. Кішкене жаңбыр жауып тұр, сонымен үстерін жауып қойған түріміз бар. Өзім талдың көлеңкесінде отырмын ғой. Сонымен біз мына жерде түскі ас ішудеміз. Каркадемен. Мынау кішкентай ол. Қазір түскі ас ішіп алып, бәрі жұма намазға барып қайтты жаңа. Жұмыс жүріп жатыр, Аллаға шүкір. Кішкене қиындықтар болып жатыр, кейінірек айтамыз. Материалдардың бәрін, қайсысы неше теңгеден түсті, қалай қылса арзан болады, бәрін айтып түсіндіреміз, Құдай нәсіп етсе. Бастап қойдық. Әуел Алла. Әлі түсіреміз, саламыз. Арнамызға тіркелмегендер тіркеліп отырыңыздар. Нөлден бастап қалай дача алуға болады, қалай бұл жерге баспана салып алуға болады, соның бәріне қанша теңге кетеді, және де қалай бюджетный вариантта шаруашылық ашуға болады, бордақы, соның бәрін түсіндіреміз, қанша кетеді, қандай пайда түседі, бәрін көрсетіп отыратын боламыз. Арнамызға тіркелмей көріп отқандар тіркеліп алыңыздар міндетті түрде. Ол сіздерге ешқандай қиындық тудыртпайды, бізге плюс. Және де әр көрген видеоңызға лайк басып отырыңыздар. Алла нәсіп етіп, егерде мүмкіндіктеріңіз болып, уақыттарыңыз болып жатса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Ең болмаса, былай болсын, былай болсын, қалай? Былай болсын, әйтеуір бірдеңке қылып комментарий қалдырыңыздар. Көп-көп рахмет. Мен байқап отырам, бізде активный көрермендер бар. Болашақта Алла нәсіп етсе, бізде де ой бар. Сол көрермендердің арасында бір сондай бір ойындар, ұтыстар ұйымдастырсам деген. Енді болашақта қазір енді бізге бюджетті өте қатаң есептеу керек болып жатыр. Жақсы, рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, аман болайық.